Бүгінгі сабағымызда жоңғар шапқын басқыншыларына қарсы отан соғысының басталуы. Яғни осы күнгі уақытқа дейінгі біз орта ғасырлардың Қазақстан тарихы мен орта ғасырлар дүниежүзі тарихын толық қарастырып болдық. Бүгінгі видео сабағымыздан бастап жаңа заманға аяқ басатын боламыз. Яғни 18 ғасырдың басынан 19-20 ғасырға дейінгі аралық жаңа заман Қазақстан тарихын қарастырамыз. Жоңғар басқыншыларының Қазақстан территориясына басып кіруінен алғашқы тақырыптар басталады. Сабақ негізгі мақсат ретінде қазақ хандығының ішкі саяси жағдайы, халық ауыз әдебиеті мен музыка өнерінің дереккөз ретіндегі құндылықтарын талдайтын боламыз. Және негізгі зерттеу сұрағымыз не себепті елімай бүкіл халықтық әнге айналды деген зерттеу сұрақтары. Әрі қарай қазақ хандығының 18 ғасырдың бас кезіндегі ішкі жағдайы. Әрбір саясат негізгі екі бөліктен құралған. Ол ішкі саясат және сыртқы саясат. Ішкі саясат ол мемлекеттің ішінде болып жатқан оқиғаларды аламыз. Сыртқы саясатта көрші мемлекеттермен байланыстардың соғысын қарастырамыз. Ішкі саясатта 18 ғасырдың бас кезінде жалпы 1680 жылдан 1715 жылдар аралығына дейін қазақтың ханы алтын ғасыр уақыты болып табылатын қазақтың бас ханы бізде Тәуке хан билік құрған болатын. Тәуке ханның билік құрған кезеңі бізде тарихта алтын ғасыр кезеңі, яғни қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған тыныш заман болған болатын. Қазақ хандығы орталықтандырылған мемлекет болып қала берді. Қазақ хандығында саяси тұрақтылық орнады, ішкі алауыздық азайды, елдің орасан зор аумағының тұтастығы сақталған болатын. 300-дің негізгі басын осы Тәуке ханның кезеңінде бастап ақырындап этникалық және аумақтық жағынан қазақ ақырындап 300-ге бөліне бастаған болатын. Ол қазіргі ұлы жүз, орта жүз және кіші жүз. Ұлы жүздің территориясы Қазақстанның оңтүстік бөлігі, кіші жүз батыс Қазақстан, орта жүзде солтүстік, орталық, шығыс Қазақстан территорияларын алып жатқан болатын. 1715 жылы, кей деректе 1718 жылы Тәуке хан қайтыс болады. Тәуке ханның бас мирасқоры Қайып хан қазақ хандығында хан болып жарияланады. Қайып хан қазақ мемлекеттілігінің бұрынғы ұлылығын берік ұстап тұра алмады. Сұлтандардың аймақтық сепаратизмі күшейді. Билік үшін талас тартыс өршіді. Мұның өзі дәстүрлі қазақ хандығын дағдарыс пен күйзеліске ұшыратты. Рулар, тайпалар және жүздер арасындағы бірлік пен байланыс әлсіреді. Бұл жердегі осындай ішкі талас тартыстан және халықтың жағдайы нашар бола бастағаннан кейін сыртқы байланыста да ішкі саясатта да жағдай нашарлаған соң 18 ғасырдың бас кезіндегі сыртқы ішкі саясатты Қайып хан дұрыс ұстап тұра алмады. Сол себепті 300-дің кіші хандары өз беделдерін көтерген болатын. Ол кіші жүзде Әбілқайыр, орта жүзде Болат, Самеке, Күшік және де ұлы жүзде Жолбарыс хандар өз биліктерін әрі қарай дамытқан болатын. Олар барлық 300-дің бас ханы Қайып ханға бағынбаған болатын. Әрі қарай 18 ғасырдың бас кезінде қазақ мемлекеті іштей ыдырай бастады. Ол сыртқы алпауыт мемлекеттердің жіті назарында болды. Орта Азияға назар толығымен күшейген болатын. Ең басты Орта Азияға назарды күшейткен ол Ресей, яғни патша үкіметі. Қытай мен Ресей империясы қазақ хандығы мен жоңғар сияқты көшпелі мемлекеттердің әлсіреуіне мүдделі болды. Оның басты себебі, егер де қазақ пен жоңғарлар бір-бірімен соғысып, әрі қарай бір-бірімен соғысты көп күшейткен болса, ол әрине екі негізгі алпауыт мемлекет. Біріншісі Ресей, екіншісі Қытайға өте тиімді. Себебі екі көшпелі мемлекеттің бір-бірімен қырқысуы кейін Ресейдің де Қытайдың да екі мемлекетті жаулап алуына өте қолайлы болған болатын. Енді шекаралық аймақта өте күрделі де қауіпті жағдай қалыптасты. Осы 18 ғасырдың бас кезінде Қазақстанда аумағына қауіп төндірген ірі негізгі 5 халықты қарастырамыз, яғни мемлекеттер. Олар батыс жағымызда Еділ қалмақтары,
шығысымызға қарай жоңғарлар, башқұрттар, Орал казактары, Сібір казактары осы 5 мемлекет Қазақстан жеріне, яғни Қазақ хандығына өздерінің ықпалын жүргізу үшін 18 ғасырдың басында қауіп төндірген болатын. Ал бұл алдарыңызда көрсетілгендей Қазақ хандығындағы негізгі 18 ғасырдағы карта. 18 ғасырдағы картадан қарастырсақ, мысалы міне кіші жүз батыс аймағымызда, ұлы жүз оңтүстігімізде, солтүстік, орталық, шығыс, орта жүзде. Бұл жерде башқұрттар кіші жүздің солтүстігі, қалмақтар, яғни Каспийдан жоғарыға Еділ жайық аралығында қалмақтар мекендеген, оңтүстігімізге қарай Хиуа, Бұхар, қоқандықтар, оңтүстік шығысымызда жоңғарлар, толығымен солтүстік өңірлерді бізде Ресей империясымен және солтүстіктегі негізгі қарсыластарымыз Сібір казактары орналасқан. Осындай картадан оңтүстік шығысымызда көргендей жоңғар мемлекеті. Жоңғар мемлекетінің құрылуы жоңғарлар 1635 жылы құрылған болатын. 1640 жылы жоңғарларда далалық жарғы деген әскери заңдар жинағы шыққан болатын. Сонымен қатар Қазақ хандығы мен жоңғар хандығының ұқсастығы екеуі де көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан мемлекеттер. Мал шаруашылығымен айналысты, олар малын барлық түрлерін өздерінде ұстаған болатын. Енді орта ғасырларда да осы көшпелі мемлекеттердің барлығы екі негізгі малдың түрі. Ол қой мен жылқыны көптеп өсіреді. Себебі ол тебінді мал жайылуына өте қолайлы. Жоңғарлардың басқыншылығы. Жоңғарлар Қазақ жеріне шабуыл жасауы ең алдыменен жоңғарлардың сауда жол торабын бақылау орнатуға тырысты. Алым салық төлейтін тәуелді халықтың санын ұлғайту үшін Қазақ хандығына шабуыл жасау негізгі мақсат. Еділ қалмақтармен байланыс орнату, жергілікті тұрғындарды тәуелділікте ұстау және шұрайлы қазақтың кең байтақ жерін өздеріне қарату, сол жерде өздерінің малдарын жаю үшін осындай себептермен шабуыл жасаған болатын. Көп ұзамай 1723 жылы билік басына Цевен Рабдан келеді. Айта кететін тағы бір жай, 1635 жылы жоңғар мемлекетінің алғашқы қонтайшысы Батыр Қонтайшы болған болатын. Батыр Қонтайшы жоңғар хандығының алғашқы қонтайшысы. Қонтайшы деген мемлекеттің билеушісі, яғни титулы қонтайшы деп аталады. 1723 көктемде Цевен Рабдан қазақ жеріне шабуыл жасайды. Ол 7 бағыттан шабуыл жасаған болатын. Жоңғар шапқыншылығының алғашқы соққысына Жетісу мен Ертіс бойының қазақтары ұшыраған болатын. Жоңғарлар қарудың күшімен Балқаш, Қаратау, Алтайдан асып оңтүстік аудандағы бейбіт елді мекендерді аяусыз қырғынға ұшыратты. Және де жоңғарлар Қазақстанның территориясында ғана емес, қазіргі Өзбекстан Республикасының астанасы болатын Ташкент қаласында жаулап алған болатын. Ол кезде Ташкент Қазақ хандығының құрамында болған болатын. Ташкенттен кейін Сайрам, Түркістан сияқты қалаларды да өзіне қаратқан болатын. Халық ауыз әдебиеті, музыка туындыларына тоқталайық. Бұл жерде бізде жалпы Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама кезінде 1723 жылдан бастап 1727 жылға дейін 4 жыл аралығында болған болатын. Бұл уақытта жоңғарлардың қазақ жеріне шабуылында жоңғарлар өте тыңғылықты дайындалған болатын. Сол себепті қазақтар жеңіліске ұшыраған болатын. Енді деректерде халық ауыз әдебиетінде және музыка туындылары бойынша мысалға бірінші Қалқама Мамыр дастанынан үзінді. 1723 жыл қазақ қалмақ атысқан. Мұны да біл, қалмақтың бастаушысы Сұлтан Раптан, өзі батыр соғысқа тым айлашыл. Осы жол бар қазаққа белгілі жол, Ақтабан шұбырында дегенін сол. Жаяу жүріп табаны аппақ болып, қорлық көріп қазақтың шұбырғаны бол. Яғни бұл өлең жолдары Қалқама Мамыр дастанынан үзінді. Екінші, Елімай әнінен үзінді. Елімай осы Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама кезінде халықтың зарлы өлеңі болып табылады.
Қаратаудың басынан көшіп келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Ел жұртынан айырылған жаман екен, екі көзге мөлтілдеп жас келеді. Одан кейін бізде халық ауыз әдебиетінде Ақтамберді жырау. Жауға шаптым ту байлап, шепті бұздым айғайлап. Дұшпаннан көрген қорлықтан, жауынды жүрек қан қайнап. Ел жұртты қорғайлап, өлімге жүрміз бас байлап. Осындай өлең жолдарынан қазақ халқының қандай ауыр қасіретте болғанын, жоңғар шапқыншылығына батырлардың да, ақын жыраулардың да өлең жолдарынан және ерліктерінен байқауымызға болады. Қазақ жерінің 18 ғасырдағы ахуалы өте күрделі де қауіпті кезең болды. Елім-ай әні бүкіл халықтық әнге айналды және жоңғарлар қазақтың кең байтақ шұрайлы жерлерін басып алуға тырысты. Халық ауыз әдебиеті мен музыка туындыларының құндылығы. Енді халық ауыз әдебиеті мен музыка туындылары тарихи дерек көзі ретінде құнды болды. Халық ауыз әдебиетіндегі деректер қазақ ерлігін көбірек айтып, ел рухын көтеріп отыр. Яғни жыраулардың өлеңдерінде жауынгерлерге рух беріп, ол соғыс кезіндегі қазақ әскерлерінің рухын шындап көтеруге өте жақсы қолдап көрсеткен болатын. Енді әрі қарай жалғастырайық. Бізде демография және миграция. Ақтабан шұбырында Алқакөл сулама жылдары ата-бабамыз қиын кезеңді бастан кешірді. Мыңдаған адам қырылды, немесе тұтқынға айдалып кетті, және де басқа жерлерге жер аударып кеткен болатын. Шәкәрім Құдайбердіұлының келтірген деректері бойынша қазақтың 3/2 бөлігі қырғынға ұшыраған болатын. Яғни бір қатары құлдыққа сатылып кеткен болатын. Бұл демографиялық жағынан халқымыздың санының азаюына алып келген өте ауыр жағдайлардың бірі. Қазақтар Талас, Боралдай, Арыс, Шыршық, Сырдария өзендері бойында қырылды. Тірі қалғандары ата мекенін тастап кетті. Тоз-тоз болған Ұлы жүз Хотжентманның оңтүстігіне қарай өтті. Орта жүз Самарқанға қарай кетті. Кіші жүздің қазақтары Хиуа мен Бұхар Қоқан хандықтарына қарай көшін аударған болатын. Еділ бойына ығысты. Шұбырға халықтың көпшілігі Сырдан Алакөлге жетіп құлады. Кейбір тайпа рулар Қызылқұм, Қарақұм ішіне әрі қарай кеткен болатын. Енді бізде демография, миграция бойынша қазақ халқы әртүрлі алыс аймақтарда, тіпті шекаралас жатқан шетелдерге де тарап босып кетті. Қазақтардың батыс аймаққа жаппай ағылуы қарақалпақтармен, түркмендермен, өзбектермен, башқұрттармен және қалмақтармен жерге таласқан дау-дамайларға алып барды. Қазақтардың арал қазақтарымен де, Батыс Сібірдегі орыстармен де өзара қарым-қатынастарын шиеленістіріп жіберген болатын. Осындай жоңғарлардың шапқыншылығынан қаншама халқымыз қырғынға ұшырап, бозып, өзіміздің ата мекенімізді тастап, басқа мемлекеттерге барғанда да ең басты мәселе жер мәселесімен қаншама қиыншылық көрген болатын. Елім-ай үзіндісі басында да келтірдік. Негізі Ақтамберді мен Шәкәрімнің Қалқама Мамыр дастандарында да бұл Елім-ай үзіндісінден Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Ел жұртынан айырылған жаман екен, екі көзден мөлтілдеп жас келеді. Мына заман қай заман, қысқан заман, басымыздан бақ дәулет ұшқан заман. Шұбырғанда ізінен қар борайды, қаңтардан қар жауған қыстан жаман. Яғни Қалқаман Мамыр дастанымен жаңа Ақтамберді жыраудың деректерінде біз екіншісін Елім-айды алған болатынбыз. Ол да 4 қана жыл болса, мұнда жаңа толығымен 8 қатарды толық қарастырдық. Жоңғарлардың басқыншылығы. Енді жоңғарлардан қазақтардың жеңіліп қалу себебі неге? Неге осыншама шығынға ұшырадық? Негізгі 3-4 мәселеге тоқталайық. Ең басты бізде бытыраңқылық, ауызбіршіліктің болмауы, яғни жаңа Тәуке хан қайтыс болғаннан кейін Қайып ханның билігін ешкім мойындағысы келмеді. Жоңғарлардың геосаяси жағдайды ескере білуі, яғни геосаяси, олар геосаяси барысында көрші жатқан Қытаймен, яғни Боғды хан Кансимен соғысып жатқан болады. 1722 жылы олар соғыс тоқтатады. Кансидің өлімі Қытайдың императорынан кейін жоңғарлар барлық күшті алып қазақ жеріне барады. Яғни Қытаймен келісім жасап,
олар барлық күшті қазақ жеріне шоғырландырған болатын. Үшінші, қазақтардың жұтқа ұшырауы. Бұл кезде қазақ жерінде жұт болып жатқан болатын. Және де келесі төртінші себепке тұтқиылдан шабуыл. Бұл жорыққа бізде жөн түзу мінетін бізде ат та болмады. Қару жарағымыз сай болмады. Бұл жорыққа біз дайындықсыз болған болатынбыз. Келесі әскери күштің тең болмауы және техникалардың тең болмауы. Жоңғарлар бұл соғыста білтелі мылтықтарды пайдаланды, 17 ғасырдың соңында аяғында пайда болған. Және пушкаларды қолданды. Пушка деген зембірек. Осылай бізде күш тең болмады. Және жоңғарларға зембірек жасап үйреткен ол швед тұтқыны Йохан Густав Ренат болған болатын. Осындай жағдайларда қазақ халқына тигізген зардаптары, жаңағы қазақтар шұрайлы мал жайылымдарынан айырылды, көршілес мемлекеттермен сауда-саттық байланысы уақытша үзіліп қалды, елдің біраз бөлігі қаңырап бос қалды, далалықтардың көші-қон бағытын өзгеріске ұшыраған болатын. Елу айдан кейін бізде қазіргі жаңа деректерде қайын сауған деген бар. Ол қайын сауған деген ең ауыр қайғы қасірет адамдардың қазасы болды. Өлмей аман қалу үшін қайынын сөлін ішкен. Қайынын сөлін ішкеннен кейін бұны тарихта қайын сауған деген атпен қалған болатын. Сол себепті де бізде қайын сауған деген мәліметтерде кездеседі. Жоңғар шапқыншылығының зардаптары. Қазақтар шұрайлы мал жайылымдарынан айырылды, елдің біраз бөлігі қаңырап бос қалды, және далалықтардың көші-қон бағыттары өзгерген болатын. Осылай бізде бүгінгі сабағымызда толық жоңғар хандығымен толығымен танысып, қарастырып болдық. Назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет.